Қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады, алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Сіздермен бірге жаңғада орнасып пайдалы ақпаратты соңына дейін көріп, каналға тіркеле кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады. Халық медицинасында қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған